192 есепті теңдеу құру арқылы шығар дейді. МОК бұрышы 120 градусқа тең. 7-9 суреті. Мынау 120 градус. Бұрыш МОК тең 120 градус. Оның ішінен ОД сәулесі жүргізілген. МОД бұрышы мен ДОК бұрышынан МОД бұрышы белгісіз. Ол бұрыш ДОК-дан 50 градусқа үлкен дейді. Мына бұрыштан. Бізге ДОК бұрышы неше градус екенін тап дейді. ДОК бұрышын табу керек болса, біз оны X деп белгілеп алайық. Шешуі. Табу қажет бұрышты X деп алайық. X градус болсын. Онда бұрыш МОД одан 50 градус үлкен ғой, яғни X-ке 50 градус қосу керек деген сөз. Сонда X плюс 50 градусқа тең. Енді бұл жерде бізде берілген бұрыш МОК екі бұрыштан құралғанын көруге болады, яғни бұрыш ДОК-дан және бұрыш МОД-дан. Осыдан теңдеу пайда болады. ДОК бізде X-ке тең, қосамыз. МОД X плюс 50 градусқа тең. Бұлардың қосындысы МОК-ға, яғни 120 градусқа тең. X-ке X-ті қоссам 2X болады. 120-дан 50-ді алып тастаймын, сонда 70. Енді X-ті табу үшін 70-ке бөлем, сонда 35 градус шығады. Яғни жауабы X деген ол бізді табу қажет бұрыш қой, бұрыш ДОК. Ол 35 градусқа тең болады екен. 1193 есеп 7-10 суреттегі бұрыш ЕОП 110 градусқа тең және бұрыш НОФ 130 градусқа тең. НОП бұрышының градустық өлшемі неше градус дейді. Сонда ЕОП мынау берілген және НОФ берілген. Бізге мынау арасындағы бұрышты табу керек, е? Ол жаңағы бұрыш НОП белгісіз. Шешу дейік. Біз бұрыш НОП, яғни бұрыш ЕОП деген ол екі бұрыштан тұрады. Бұрыш ЕОН қосу бұрыш НОП-дан тұрады. Ал бұрыш НОФ ол да екі бұрыштан. Бұрыш НОП қосу бұрыш ПОФ-тан тұрады. Ал мына екеуін бір-біріне қосайық. Яғни бұрыш ЕОП-ға қосайық бұрыш НОФ-ті және мына жағын бір-біріне қосамыз, е? Сонда тең болады. Бұрыш ЕОН-ге қосам бұрыш НОП-ны, қосамыз бұрыш НОП, қосу бұрыш ПОФ. Мынаның градустық өлшемдерін мен жазайын. Ол 110 градус, қосу НОФ 130 градус қой. Ал бұрыш ЕОН қосу бұрыш НОП, қосу бұрыш ПОФ, ол 180 градусты береді ғына 3 бұрыш. ЕОН, НОП және ПОФ 180 градусты береді. Оған қосам мына артық бұрыш НОП-ны. Енді осыдан бұрыш мына қосында 240 градус болады, ол тең 180 градус қосу бұрыш НОП. Енді бұл жерде қосылғыш белгісіз, оны табу үшін қосынданың мәнінен екінші қосылғышты алам. 240-тан 180-ді алсам 60 шығады. Яғни бұрыш НОП-ның мәні 60 градусқа тең болады екен. Бұрыш 94-ші есеп бұрыш ЕОФ 90 градус. ЕОФ бұрышын ЕОД және ДОФ бұрыштарына бөледі. ЕОД бұрышының градустық өлшемі ДОФ бұрышынан 2 есе кем. Бұрыш ЕОД бұрыш ДОФ-тен 2 есе кем. Бұрыш ДОФ-тен. ЕОД бұрышы, ДОФ бұрышы неше градус? Мына екеуін табу керек. Шешуі. Мына бұрыш осында екі бұрышқа бөлінеді дейді. Яғни бұрыш ЕОД
қосу бұрыш DOF бұрыш EOF-ті береді деген сөз. Енді бұл жерде екеуі де белгісіз болғандықтан біз кішісін x деп белгілеп аламыз. Бұл жерде бұрыш EO'ды ғой, есе кем. EO'дыны x деп алайық. Онда бұрыш DOF керісінше ол 2 есе үлкен деген сөз ғой. Сонда x-ті 2-ке көйтем, ол 2x-ке тең болады. Екеуінің қосындысы 90 градус болады. Ендеше 3x тең болады 90 градусқа. X табу үшін 90-ды 3-ке бөлем, сонда 30 градус. Яғни бұрыш EO'дының мәні 30 градус. Ондай болса бұрыш DOF тең болады 2 көбейтілген 30 градус тең 60 градусқа. Жазам жауабы. Бұрыш EO'ды тең 30 градусқа, бұрыш DOF тең 60 градус. 1195 есеп жетті, 12-ші суретте кескінделген бұрыш EO'дының мәні 80 градус, ал бұрыш AOE тең бұрыш DOV-ға. Бізге бұрыш AOE бұрышының градустық өлшемін тап дейді. Бұрыш AOE неге тең дейді? Бұл жерде AOE мен DOV екеуі тең дейді. Шешуі. Ал бұрыш EO'дының мәні 80 градус. Енді бұл жерде мына үшеуі жақсылыңқы бұрышты құрайтын көруге болады. Яғни бұрыш AOE қосу бұрыш EO'ды қосу бұрыш DOV тең болады 180 градусқа. Мына екеуі тең ғой, сондықтан оларды белгісіз x деп алам. Сонда x қосу x деп жазайын. X қосылған EO'дының мәні 80 градус қосу x тең болады 180 градусқа. X-ке x-ті қоссам 2x тең болады 180-ден 80 азайтылады 100 градус. Ендеше x табу үшін 100-ге бөлем, сонда 50. Яғни AOE-нің мәні 50 градусқа тең деген сөз.